Кемпір, мен қырқыл келген жоқпын. Мен саған китка ата келдім. Стоп, кемпір, мен саған айфон алып бердім. Не істеп тұрсың? Кел шайын ішіп суық қой алдыға. Орманға барсам, анда жоқ екен. Балыққа барып, балыға келдім. Мында қармағым жоқ. Еместен бұл балықты. Кемпір, қазір саған көрсетем. Бүйтіп қарадым. Сосын суға сүңіп кеттім. Жан-жағыма қарадым, отырып. Сосын екі балық кетіп батыр екен. Жүзіп, қуалап, ұстап алдым. Вот. Шірейін құмаш. Әй, әзіл. Екі балық жерде жатыр екен, трап болмасын деп ала салдым. Ай, шалау, сасып кеткен балықты алшы. Ей, жеркенесіңдер. Судан таза зат жоқ. Несінен жеркенесің? Я, сен жеркенесің бол, тамағыңды іш. Кемпір. Не? Үйден тамақ жоқ па не? Не мынау? Жұмыс жасамасаң қайдан тамақ болсын? Балдардан қалған тамақты жей сал, ысырап болады. Ана екеуінен қалған тамақ қой, жатыр қой, берсем ішін жүрмей, бұл анда қой, жұмысқа кірсай. Аз қалды ғой, Англияға кетем. Англияға барып пақет етем бе? Ана екі баланы құсап, шып жатпаймын мен. Мына екеуі ұйықтайды да жүреді. Есік ана шығып, шөп шауып, мұсы тасадан қайтереді. Саған тартқан ғой, саған. Олар нағашыларына тартқан. Маған тартса, қасында жүреді, балық аулап, аналап. Тамағын жерде жуып құташ сасыват. Кемпір! Грушаны қайып ұрсын деп, айналсын деп алып берсем, бұлар батут қылып секіріп жүр. Сол грушаны алып егінші, үстіне бір көлік алып бермейсің ба? Шалау қатырасың. Кемпір, мен қырқыл келген жоқпын. Мен саған китка ата келдім. Мията, аузын сасымау үшін.